Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен магазиндікіндей күтірлік болып шығатын дәмді печенье дайындаймыз. 15 минутта дайын болады. Құрамы өте қарапайым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық рецепті видеоның астына қалдырамын. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға кішкене тұз салып, күрекшенің көмегімен араластырамыз. Сахарный пудра және бір жұмыртқаның ағын салып, миксермен араластырамыз. Өте төменгі жылдамдықпен араластырамыз. Әбден араластырып алғаннан кейін ұнды осылай бір қасықтап отырып саламыз. Енді барлығын араластырып алдық. Таза мешочегімізге саламыз. Кез келген насадканы пайдалануға болады. Насадка болмаса, жай осы салафанның басын кесіп жасай берсеңіздер де болады. Бас жағын осылай нығыздап аламыз. Осындай гүлдің формасын жасадым. Барлығын жасап алдық. Пешімізді 180 градуста қыздырып 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын. Өте күтірлік болып шықты. Өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.